Мен Майлыбай Нұрисламмын. Мен номер 9 Күлтуған мектебінде оқимын. Мен қысқы демалыста Гарри Поттер туралы кітап оқыдым. Бұл Гарри Поттер қалай жетістікке жеткендері жазылған. Оны әйгілі шығармашы Джейлин Коллинс Роулинг деген адам ойлап тапқан екен. Оны түсірілген, және де ол Оскар кітабына арналған. Мысалы, ода Қынағаш көшесінде номер 4 үйде тұратын Дурслер жиендерін тауып алғанына 7-10 жылдай болады. Сол кезден оған үкімнен хат келеді. Сол кезде Дурслер өздері ұялып, сиқыршымен бауыр болғандықтан оны жібермейді. Бірақ та оны Хагрид деген үлкен адам мектепке алып кетеді. Дәл осылай оның мектеп жолы басталады. Ол түрлі шытырман оқиғаларды кездестіреді. Өзіне Рон және Хармиона деген достар табады. Ол жер астына кіріп, Волдеморт деген ата-анасын өлтірген адаммен шайқасады. Ал оның 7 бөлімі бар. Біріншісі Гарри Поттер және Сиқырлы тас, Гарри Поттер және құпия бөлме, Гарри Поттер және Азкабан тұтқыны, Гарри Поттер және Шалақан ханзада, дағы басқа бөлімдері бар. Дәл осылай осы кітаптарды оқитын болсаңыздар, түрлі шытырман оқиғаларды кездестіріп, ойларыңыз толқи береді. Гарри Поттер былай табылған. Ол кішкентай кезінде бір Волдеморт деген жауыз сиқыршы болған. Ол дағы да басқа әйгілі отбасыларды жойып жүрген. Және де ол Гарри Поттердің отбасына шабуыл жасайды. Джеймс Поттер мен Лила Поттер екеуі қаза табады, ал Гарри Поттер болса өлмейді. Дәл осылай Лорд Волдеморт бір жаққа жоқ болып кетеді. Барлығы тойлайды. Ал оны Хагрид жиеннің үйіне тастап кетеді. Одан кейін ол 10 жыл бойы өзінің Дурслермен бірге тұрады. Дәл осылай ол өмір жолы басталады. Мысалы, бір күні олар достарымен бірге кетпекші болған кезде достарымен кетпей қалады. Одан кейін оның ешқандай досы да табылмайды. Ал олардың балдары болса бір дәу бала болған. Ол сол Гарри Поттермен кластас болды. Ол Гарри Поттерге ешқандай күн бермейтін болған. Бір күні оның шашы өсіп кетеді. Оны тақырлатып алып тастаған кезде азанда тұрса шашы қайттан үлкен болып өсіп кетеді. Бұл да сиқыр. Ал бір күні неге серікке барған күні жылан шишадан өтіп кетеді. Оны да Гарри Поттер сиқырмен жасайды. Бұл Гарри Поттердің бұл шытырмандары таусылмаған. Ол өзінің сиқыршы емес деп ойлаған. Bir күні оны таудан дәу Хагрид тауып алады. Одан кейін оны әкетеді. Ол мектепте 9-да 3 платформа деген пойыз болады, бірақ ондай жоқ. Ол дуалдан секіріп өтіп кетеді де сиқыр жасап. Одан кейін ол сол платформаға барып пойызға кетеді. Жолдан әртүрлі заттар көреді. Тіпті сөйлейтін бақа, жетім бақа дегендер де болады екен. Ол мектепке барған күні әртүрлі шытырман оқиғалар болады. Оның мектебі сиқырлы мектеп және де дәу болған екен. Оларда Кьюдис деген ойын бар. Ол ойында сыбыртқымен ұшып жүресің. Кейіннен оларда бір ғажайып айдаһарлар болады. Оның айдаһарлардың бірінің аты Наверт айдаһары екен. Дәл осылай Гарри Поттер өзінің мықты екенін білмей жүреді. Кейіннен бастап Лорд Волдеморттан кек сақтап, 7-ші бөлімінде оны құртып жібереді.